сезім ай, ақ сезім ай, сезім ай, түсіп кетті есіме ғашық болған кезім ай. Бұл ғаламға сыйғандар, бір-біріне меймандар, өмір деген өткенше сыйласыңдар, сыйлаңдар. Бақыт қоны білгерсін, бар қызықты бір көрсін. Кім қуанса бұл тойға дәл осындай той көрсін. Кім қуанса бұл тойға дәл осындай той көрсін. Балапаным байлығым, шуақ шашқан ай күнім, жаралғандай пейіштен, әппақ менің періштем. Анасының жүрегі еркелейді, күледі, қуантады әкесін, тәй-тәй басып жүргені. Тәтті, 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 менің балапаным тәтті, жарасады өзіне, қылықтары қатты-қатты. Сенсіз осы күнге дейін қалай таңым атты, күтіп жүрдім қанша жыл осы сәтті, тәтті, сәтті. Шаңырақтың шырағым, әжесінің жыр әні, атасының таусылар, көрмесе сәт шыдамы. Тәңірімнің сыйысын, масайтады иесін, бар қазаққа тілерім, сендей тәтті бұйырсын. Тәтті, 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 менің балапаным тәтті, жарасады өзіне, қылықтары қатты-қатты. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Той құтты болсын деп бір 4 адам чапалап алса жетеді маған. Рахмет, рахмет. Қар жаудырып қыс қылған, жұмыртқадан құс қылған 18 мың ғаламды 8 миллиард адам жаратқан, барды жоқ ететін, жоқты бар ететін, мейірімі шексіз, рахымы мол, Алла Тағаланың атымен бүгінгі торқалы тойларыңызды бастауға рұқсат етіңіздер. Қош келдіңіздер ардақты ағайындар.
Рахмет, елім десе жүрегің елжіреген, елім тұрса жасқанам елінеден, қасиетті қазағым аманбысың, еледің жүрегінен ертілеген. Ассалаумағалейкум ақсақалдар, иілмеген дауылға сенбіремен. Бармысың жайсан көңіл ағаларым, отбасының тіреуі сендіреген. Ағама серік болған жеңгелерім, талай ұрпақ өмірге келді сенен. Сәлем бердім ақжаулықтан аларға, Абылайдың ақ туындай жел берген. Ассалаумағалейкум, той құтты болсын, сарбайлар! Рахмет. Күлімдеп тұрған үйге күн түсет, күңіреніп тұрған үйге кім түсет дейді. Бүгінгі тойда күлімдеп отырайық, ардақты ағайындар. Бүгінде баршамыз Есімбек көке мен Ұрысқұл адамның 63 жасына және де немересі Малика Құлыншақтың шілдеханасына қош келдіңіздер. Бүгінгі қуанышты қуанып келсеңіздер, шаңырақтарыңызға құт қонсын. Бүгінгі қуанышты бағалап келсеңіздер, шаңырақтарыңызға бақ қонсын. Той қаласын, ардақты ағайындар. Рахмет. Есімбек көкем балдары асқаннан емес, тасқаннан емес, байлығын шашқаннан той жасап жатқан жоқ, жүректің түбінде қуаныш сіздермен бөлісіп отыр. Сондықтан да мен ортаға той иелерін алдырмас бұрын Арна би тобының сұлуларын алдырайын. Қыздар бастасын, сіздер бір қол соқсаңыздар, мен ары қарай қоштайын сосын. Ортада Арнаның сылқымдары. Рахмет. Молдамен жолдас болсаң, намазың қаза болмайды. Ұрымен жолдас болсаң, қазаның таза болмайды. Жақсымен жолдас болсаң, шарапаты тиеді, жаманмен жолдас болсаң, кәсапаты тиеді дейді. Шарапаты дейсін деп барша жақсыларды бүгінгі тойға шақырды. Енді баршаларыңыз шама келсе, орындарыңыздан тұрсаңыздар, енді аяға оратын апаларға орындарыңыздан тұрыңыздар деп айтпайды, жастар жағы. Орыннан тұрса, жастар жағы деймін да, 63-ке толғандарға, яғни 63-ке дейінгілер. 63-ке дейінгілер. 64-65-тегілерге айтпаймын енді. Кім орыннан тұрады, той иелерінің атынан төрде тұрған кілем. Қарат, бәріңізге кілем керек ау деймін, Ал ортаға Есімбек көкемді, апа айтам мен өзім. Айтам, апа. Есімбек көкемді, Ұрысқұл апамды, және де немересі Маликаны алдырайын. Сіздер бір шама келсе қатырақ қол соғыңыздар. Қызымен келіні тамаша әнмен алып кірсек деп отыр ардақты ағайындар. Қатырақ қол соғайық, қарсы алайық ендеше. Arasını mana, arasını
бұлағынсың әке. Бір жолы сөзіңе шаттанамын әке. Мен сені Меккеге апарамын әке. Биікке самғайды баптағаның шынарымсың әке. Өмір берген маған, көңіл бөлген маған, сенің берген маған ай күнімсің, қамқорларым дана, сүйеді шындара. Әке менен ана байлығымсың, аяулы өзіңмен мақтанамын ана. Мен сені Меккеге апарамын ана. Баламның қолдаған бақталарын бұлағынсың әке. Бір жолы сөзіңе шаттанамын әке. Сені Меккеге апарамын әке. Биікке самғайды баптағаның шынарымсың әке. Сөзіңе шаттанамын әке. Мен сені Меккеге апарамын әке. Биікке самғайды баптағаның шынарымсың әке. Келгені көргені сәтің алғашқым. Құтты болсын туғанығың, шаттық төккен бүгін сендегі туған күн. Бесігіңнен басқаны адамды кеңейіп ниеттесің шаттан қалдың шындап. Жақсы, иә. Малика Құлыншақты біреуін көрсе біреуін көрген жоқ дейді. Атасы мен әжесі көтеріп ортаны бір айналсын тамада деп жүрді. Бір музыка қойсын, бір айналып шықсаңыздар. Енді балаларыңыз өтініш қылып жатыр еді. Ал бір тамаша музыка қойшы, бізді қасырақ болсаңыздар. Малика Құлыншаға тартамайдар. Ей жандар, қол соңдар, жаңағауға сәуле шашылдар. Ей қолыңдар, қол соңдар, Алатаудың есік ашылды. Көзгелендей, тасқын өзендей, уақыт шіркін алғасықты. Кешегі бала, міне тұрғара, шыңғырге қадам басықты. Ғашық жанарға, алыс жолдарға, таусылмайтын бақыт тілеймін. Ата-анаға, өзге ұрдарға, халқыңа адал бол деймін.
сәуле шашылды ей қолыңдар қол соғыңдар ауылдың есігі ашылды үнсіз ылысып жұптасы ұшып ауылға келіп қолыңдар қанатын қалмай қияға самғай бір-біріңе сеніп болыңдар досың жүрегің ана тілегің әрқашанда ақтай біліңдер араларыңда адал махаббат аялаңдар сақтай біліңдер ей жандар қол соғыңдар жаратауға сәуле шашылды ей долыңдар қол соғыңдар ауылдың есігі ашылды ей жандар қол соғыңдар жаратауға сәуле шашылды ей долыңдар қол соғыңдар ауылдың есігі ашылды Рахмет, школдар, келіңіздер. Апа? Болды ма? Апа, болды, қайтыңыз. Апа кетті. Атам да беремін. Атама барыңыз, әне атам. Ой, күшті. Той өз-өзін ақтады ғой же. Ой, мне хотел бы вместе от меня. Ал, отырып алыңыздар, ортада жүрген кісілер. Болды ма? Апа, болды. Болды ма, апа? 4 мың берді, 5 мың берді, келіңіздер енді. Апам берсін. Ай, тамаша. Байып кетті. Российский 14 қаламыз екен. Мен жаққа тұрыңыз. Отырып алайық. Мәке, отырып алыңыздар. Тауып айтқан сөзге шын жетпейді. Шындық сөзге ешқашан құн кетпейді. Той иелерін ортаға шақырдым ғой, қуанышсыз көңілден кір кетпейді. Кім бүгін алақанын қатты соқса, сол бізді соншалықты құрметтейді деп тұрған. Той иелеріне қаттырақ қол соғып қойыңыздар. Рахмет. Есімбек аға, той құтты болсын, қуаныш құтты болсын. 63 жасыңыз құтты болсын. Бір ақын ағамыз былай дейді: ешкімнің бағын мен де қызғанбаймын. Өлеңімді 25 пен 100-ге арнаймын. Халыққа осылай той жасап жатқан Есімбек аға өлеңім сізге арнаймын. 25-ке келгенде жап-жаспын деп, енді ешкімнен ешкімде қалмаспын деп, 30 жасқа келгенде желпіндіңіз, орданы бұзатығын алмаспын деп. 40 жаста қамал болды қас батырдай, ойламадыңыз қарлықпен жолдаспын деп. 50 жасқа келгенде елемедіңіз, қара шашты ақ қырау қармасты деп. 60 жасқа келгенде анда-санда апамды еркелетіп қойдыңыз алғашқым деп. 70 жаста жас қыздарға көзің түссе, апама айта бермеңіз шаңбастың деп. 80 жаста бір ата айтқан екен, ойпырмай енді қызға бармаспын деп. 90 жаста жас қызға ғашық болған, жамбылда ойлаған жоқ алжасын деп. Сондай-ақ жасыңыз 100-ге жеткен кезде, апамның жанынан атып тұрыңыз жап-жаспын деп. Жасы 100-ге жетсін деп тілеп тұрмын ардақтағандар. Бір қаттырақ қол соғып қойыңыздар. Ал той құтты болсын, қуаныш құтты болсын. Алла тағала Малика құлыншақты өмірімен берсін, дені сау, үлкен азаматша болсын. Енді сіздерді ортада көп ұстамай, құтты орындарыңызға жайғасып алыңыздар, біз тойды қуаныштар қарай жалғастырсақ. Тойларыңыз тойға болсын, қуаныш құтты болсын, жайғасып алыңыздар. Апай, ал отырып алыңыздар. Рахмет.
тоңды жолдас болмайды жарлы менен, жарлы жолдас болмайды тоңды менен. Бір Алланың алдында бәріміз құл. Ассалаумағалейкум алдымен. Ассалаумағалейкум. Той тағы бір мәрте құтты болсын ардақты ағайындар. Рахмет, құрметті қонақтар, ардақты ағайындар. Бүгінде Есімбек көке мен Рүскүл анамыздың жайып жатқан ақ дастарханның, адал дастарханның алғашқы түндігін түріп беруге, дастарханның бісмілләсін бастауға, мен ортаға Есімбек ағамның ағасы Досымбек ағам қай үстелде отыр? Досымбек көкем қай үстелде отыр? Ал, келіңіз көке, бүгінгі тойды өзіңіз бастап беріңіз ендеше. Рахмет, көке қош келдіңіз. Той құтты болсын, қуаныш құтты болсын, келген қадамға гүл бітсін, шаңыраққа нұр бітсін. Бүгінгі тойды бастаңыз, көңілді көтеріп тастаңыз көке. Қош келдіңіздер, құрметті қонақтар. Мінекей бүгін біздің әулетімізде үлкен той. Ана әніміз Есімбекпен келдіңіз, Рүскүлден зейнеткерлікке шығып, әрі ана немересінің тойын қосып жатыр. Тойлар тойлалашсын дейміз. Енді бұна өмірде Қожамратов деген ағамыздың бір әуін өлеңі бар. Бұл өмірге менің өкпем жоқ, ешкімге есем кеткен жоқ. Біреулерге мен жетпесем, біреулер маған жеткен жоқ деген. Сол сияқты біреуден ілгері, біреуден кейін дегендей, оның ұяға, қызын қияға қондырып, бүгінде 15 жақтан немересін көріп, мінекей қызығын көріп жатыр. Бұл інім мен келінімнің қосағымен қосағарып, осы көріп жатқан немерелерінің, шөберелерінің тойын көре берсін дейміз. Тойлар тойлаласын, қызығы таусылмасын дейміз. Бүгінгі мінекей осы тойға жиналған дастарханымызды ашып берді. Рахмет көке, тілегіңіз қабыл болсын, мұратыңыз асыл болсын, өміріңіз өрлеп, әрқашан орным менің төр деп, осы әулеттің төрінен орын алып жүре беріңіз. Алла 100 жыл өмір сүруді нәсіп етсін сізге. Бір қаттырақ қол соғып қойыңыз. Рахмет. Ал құрметті қонақтар, ардақты ағайындар, Досымбек көкем дастарханды ашып берді. Алдарыңыз астынан алып отырыңыздар. Досымбек көкеміздің тамаша ақ тілегінен соң, ыстық лебізінен соң бүгінгі тойды төмендетіп емес, өлеңдетіп бастасам деп келіп отырған Нұрбейшұлдарыңыздың бір тамаша әніне құлақ түріп отырыңыздар. Сөзін білетін кісілер болса, қосылып отырыңыздар. Сөзін білмейтін кісілер болса, қол соғып отырыңыздар. Той құтты болсын ардақты ағайындар.
жайлашып жазам сеніп тұрып анам сүйінген шарбаққа ауылым жайлы бауырым жайлы жыр жазам сеніп тұрып анам сүйінген шарбаққа Ал құрметті қонақтар, ардақты ағайындар, өздеріңіздің құрметтеріңізге бүгін кештің, бүгін қуаныштың үлкен тағам асы ет дайын болды деп хабар келіп жатыр. Өздеріңіздің құрметтеріңізге үстел үстіне асты ет алдырайын ендеше. Ет! Ал қалдарыңызға үлкен тағам ас келді, ет келді. Астамен астықтай алып отырыңыздар, біріңіз алыстан келіп жатсаңыздар, біріңіз жұмыстан келіп жатсаңыздар, ыстық тағам астен алып отырыңыздар, сіздерге 2-3 минут үзіліс, астарыңыз дәм болсын құрметті қонақтар. Рахмет. Ал құрметті қонақтар, ардақты ағайындар, сіздер алдарыңызға астармен алып отырыңыздар. Бір тамаша тілекті тыңдайық. Өзінің тамаша тәтті тілегімен ыстық лебізімен келіп отырған бүгінгі тойда ешкімнің аты аталмайды, түрі түстелмейді. Ағайындар деген кезде ағайындар шығады, кетелер деген кезде кетелер шығады, құдалар деген кезде құдалар шығады деп жазып беріпті ардақты ағайындар. Менің атым аталмады деп өкпелейіш болмасын. Сондықтан да бүгінгі тойымызды тамаша тілекпен бастайтын ордаға Есімбек көкемнің барша ағайындары, барша сарыбайлар деп жазып берді. Келіңіздер, барша ағайындар Ақтек алаңына, ордаға. Ал мені кешірейін, түспейсің есіме дейін. Мен саған бір ғашықпын жаным, осы айдың кезіне дейін. Тәттімен ауаттандым, татпасам тағат қалмадың, сен маған қарап қалғанда өзіңде қарап қалмадың. Тәттімен ауаттандым, татпасам тағат қалмадың, сен маған қарап қалғанда өзіңде қарап қалмадың. Тамаша тілек тыңдайық ардақты ағайындар. Түсінетін болсақ сөздің құнын, ортаға салайық көздің қырын ардақты ағайындар. Құрметті қонақтар, мінекей Есімбекпен келінім Рысқұл бұл ұяға, қияға қондырып, зейнетке шығып, байдың берген 5 баласынан 15 немересі бар. Той жасап жатыр.
Başa toylar başa versin. Ama keyifli burada kuşağlar, nemere şöyle kızgın göre versin. Toyları, kızıkları taşınmasın diyeyim. Yüzlerine mutlu değil, sağlık değil. Toyla başa versin. Yani toyla böyle şaşırıyor. Böyle dört toyla. Ағайындар, құда-құдағайлар, жекжаттар, мінекей бүгін қайнымыз менен Ырысгүлдердің үйінде үлкен тойлары құтты болсын, тойлары тойға аласың, немересі, дүниеге келген немересі бауы берік болсын, әрқашанда осы үйде ылғи той болып келейік. Иә, сол үшін. Мен тойға келген қауым, барлықтарыңызға да той құтты болсын. Менің қайным менен келінімнің үйінде бүгін үлкен той. Айналайындар, тойларың құтты болсын. Тойларың тойға ұлассын. Қосақтарыңмен қосағарыңдар. Малика жаныңда қадамы құтты болсын. Дені сау болсын. Тек жақсылық бола берсін. Осы жерде отырған кісілердің барлығы осындай пайғамбар жасына жетпегендер пайғамбар жасына 70-ге 80-ге тола берулеріңізге шын жүректен тілектеспін. Біздің Сарыбай әулетімізде осындай той болып жатыр деп қадамдарыңызды бұрып келгендеріңізге үлкен рахмет. Біздің әулетімізде тек қана той тамаша бола берсін, сіздер келе беріңіздер. Тойларымыз тойға ұласа берсін. Ана балдарыма рахмет айтамын. Ата-анасын сыйлап, той беріп жатыр. Балдарым, қыздарым, қайындарым, тағы келіндерім, барлықтарыңа да айналайындар рахмет. Күйеу балдарға да үлкен рахмет. Той қаласын. Рахмет. Шалбар кимеген, шашын түймеген, ернін қызартпаған, бұрып кірпігін ұзартпаған, мұрнын теспеген, бұрымын кеспеген 20-шы ғасырдың қыздарынан неге қол соқпай отырсыздар, а? Ассалаумағалейкум. Тойға келген қонақтар, барлықтарыңызды осы той есімдегі ағамның 63 жасында пайғамбар жасына келіп отырғандарыңызға қош келдіңіздер деп айтамын. Есімбек аға, жеңше, 63 жас пайғамбар жасына құтты болсын, деніңіз сау болсын. Жеңшем екеуің бір жастарханда бір дастықта қандай беріңіздер, өсіріп атқан немере, шөберелерін қызығыңыз көріңіз әрқашанда сіздің үйлеріңізде осындай той думан бола берсін. Келген халықтарға, жораларыңыз бар, достарыңыз бар, көп рахмет сіздерге. Әрқашанда есімде қалдыңды той думанда келісе берейік. Ассалаумағалейкум, тойға жағын қауым, екі шарары тасқыда жекжат, жақын туыстар, неке бірін Сарыбай әулетінде, яғни мен қайын жерімде үлкен той қуаныш. Оның себепші Есенбек қайнағамыз осы күтенгеніміздің 60 жасы немересінің бесік тойы құтты болсын. Өмір жасы ұзақ болсын. Қайнағамыздың 60 пайғамбар жасы құтты болсын. 70-ге жетіп, 80-нен секіріп, 90-ға тоқтамай 100-ге жетсін. Неге достарыңыз, кластастарыңыз жұмысты болсын. Барлығының отбасында осындай қуаныш тойлар бола берсін. Адам біріңізге нұр жаусын. Барлығының отбасында осындай қуаныш тойлар бола берсін. Әр дайым тойлап келейік. Тойларың тойласын. Еш жарық міне бүгінгі Сарыбайлар әулетінің қадірменді де сыйлы, құрметті қонақтары. Бүгін міне Сарыбайлар әулетінде үлкен той. Ағамыз пайғамбар жасына жетіп, өзінің 63 жасының өзінің жақын ағайын туысқандарымен, құда андаларыменен тойлап, барымызда осы кештің қонағы болуға шақырып отыр. Дені сау болсын ағамыздың, өмірі ұзақ болсын, жасына жас қосыла берсін. Немерелерін ертіп, жеңгеміз екеуі бірге қол ұстасып, бірге қартайып, балдардың қызықтарына тоймай жүре берсін, немере шөберелер сүйсін. Үйлерінде тек
тойлар бола берсін, тойларға келе берейік. Біз қыздары соған тілектеспіз. Қыздың тілегі қабыл болады дейді ғой. Олай біздердің тілегіміз қабыл болсын. Ай, тамаша. Тілек қабыл болсын, иә. Тамаша сөз бар ғой, қыздың тілегі, қыдырдың тілегі деген. Тілектеріңіз қабыл болсын. Келесі ме? Болды ма? Берді аяға. Сөйледі ма? Қосыласыздар ма? Қамбаларыңыз толы астық болсын, Алла нәсіп етсе, немерелеріңіз бір мекемеге бастық болсын. Аяғында бір атам тойға барып, апарған подаркасын бермей кетіп қапты. Ата кілемін құшақтап, тойханадан шығып келе жатса, тойхананың алдында тұрған таксист сұрап отыр дейді. Атамда қолыңызда кілемді той иесі берді ме? Атам айтады дейді, жоқ ей, ана тамада тілек берген жоқ, мен де подаркамды қайтып алып келатырмын деп. Ата бұныңыз ұят екен, тойға барғасын подарканы беріп кету керек десе, атам айтады дейді, ей бала, сен аузың жауып жайыңа қарап отырып, бұл кілем құтты кілем, үшінші тойдан қайтып келе жатқан кілем болады. Подарканы береміз, сосын бір ортаға билейік, апа, той сіздердің ұлы, қуаныш сіздердікі, біз жай атсалысушы адамдармыз. Ал сарбайлардың құрметіне, барша ағайын туыстың құрметіне бір тамаша ән бөлісуді ортада. Келіңіздер. Ай, тамаша, күшті биледіңіздер. Үйге мақтап барам баға дейсіздер. Рахмет. Ал, мен ортаға Есімбек көкемнің 3 немересінің бір тамаша әні бар екен. Ол немерелерді орта қалдырмас бұрын жеткен жетістіктермен таныстырайын. 3 немересі біраз байқауға қатысқан деп қағазға жазып берді. Атырау халық шапалақ ұрып жатырау деген байқаудан бірінші орын алған. Семейім күміс көмейім деген байқаудан екінші орын алған. Өскемен
Өскеменде өскенем деген байқаудан екінші орын алған. Соңғы қатысқан байқауы арысым, соңғы шабысым деген байқаудан қатысқан. Сосын бүгін ән айтайын деп тұр сол байқаулардан кейін. Ортада Есімбек көкемнің 3 немересі келіңдер. О, кеке, қоңырда біз сияқты шықтыңдар ғой. Қай жерге тұрып алыңдар? Кім? Қай жерге тұрып алыңдар? Микрофон. Ай, тамаша. Ұялып айтып тұр өздері. Қазір телевизионда қоссаң ұятсыздар көбейіп кетті ғой. Қалаулым 91 Нантиуан. Бір болайық. МС Сайлаубек. Қалаулым кеп қаңқ етті. Байзақова кеп банқ етті. 91 кеп таңқ етті. Сайлаубек кеп саңқ етті. Ұяты барлар азайып, ұят жоқтар. Жарқ еткен заман болды ғой. Ұялып тамаша ән шырқаған 3 немересіне бір қаттырақ болсақ қойыңыздар ағалар. Рахмет. Мына ақшаның барлығы сендерге. Келген қонақтар, ата-әже, достары, туыстары, беріп жатыр, сендерге алыңдар. Мама, папаларың осында ғой, иә? Адам тендер ұтқан кезде, акиматтан тендер ұтады ғой адам. Сол кезде процент деген болады да. Болды, барыңдар. Түсінбейді да. Күшті. Ал бір тілек, келесі тілек. Ортаға
Рыскүл апамның туысқандары деп жазып берді, кетелер дейді барша. Аттарыңызды атамаймын, түрлеріңізді түстемеймін. Мен Рыскүлдің туысқаны едім деп келіп отырған барша кетелерді ақ тілек алаңына шақырамын. Келіңіздер. Сенде ғашық өзіңе қара-қара, бір-бірін сүйіп қосылған кім бар дейсің, бір болып кетеміз ғой бара-бара. Мені сен екс, сондықтан сүймеймін демеңіз. Бағыңа бір қара, біз жүрген бір қала, екі бөлек жүрміз неге біз. Сені мен екс, мені сен екс, сондықтан сүймеймін демеңіз. Бағыңа бір қара, біз жүрген бір қала, екі бөлек жүрміз неге біз. Көңіл түсірмес санараға, сені сүйдім қарамай шамама. Өзгеден жылу жоқ маған өзің басың, өзіңе ұқсайтұғын ұнамады. Сені мен екс, мені сен екс, сондықтан сүймеймін демеңіз. Бағыңа бір қара, біз жүрген бір қала, екі бөлек жүрміз неге біз. Рахмет, неге бір ашылып билемейсің, мына жақта Қазақстанның жері ғой, екінші. Қытайға өтіп кеткен жоқ пока. Ал, назарды ортаға бұрайық. Микрофонды апама апарайық. Ау. Таныстырып жібересің. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Енді айып етпеңіздер, енді шаман таныстырып жіберейін, мына кісілер шығып тұрған барлығын. Жаңа Тамада жігіт айтып жатыр ғой, кетелер деп. Бұл кетелер... Жазып берген аға. Түсіндірдім. Бұл кетелер мына Рыскүлдің төркіні. Яғни Есімбек пен Рыскүлдің балдарының нағашы жұрты. Осы үлкен енді зейнетке шығу тойына арнап жан-жақтан келіп жиналып жатыр. Сол енді Таздарбайдан тараған ұрпақпыз. Сол Таздарбайдың туған қызы отыр, ана жерде, ең үлкеніміз. Енді екінші онан кейін сол үлкен апамыздың нағашысы бар, біздің түп нағашымыз. Қожа Керей, Тұрғанбек ағамыз. Ол кісі Қызылордадан келіп отыр. Одан басқа мына жерде туған нағашылары бар, бажалары бар, бөлелері бар, короче, көп. Ішінен енді таңдап сөз береміз. Бірінші апамызға береміз, кейін нағашымыз сөйлейді, онан кейін жеңгелері сөйлейді, апалары, шешелері сөйлей береді. Жәнбек өзіңізден болсын. Отыра беріңіз, апа, отыра беріңіз. Кәне, Есенбек, тойларың құтты болсын, тойға той жалғаса берсін. Әрқашанда осы пенсияға шыққаның, 63 жасы құтты болсын. Құтты болсын, қатарының алдығы басыңа, бас қошаныңа жаңғыз, үлдей жайна күліп ойнап осы балаларының ортасында жүре берсін. Ешқандай ауырма, сыздама, қосқандарыңмен қосыңа қалысын. Әрқашанда менің берген бәтем айналайын әнекей. Бір алғандай қадар тұтып, мен тапсырамын. Апама қатты қол соққандарға 87 жас. Жетілді Алла нәсіп етсін. Апам жас 87-те деп жатырмыз. Сіздер әке бердіңіздер. Күшті материал. Ана материалдан көйлек тігіп алыңыз. Болмаса қалат тігіп алыңыз. Болмаса бір тоғызға қосасыз. Ата, өзіңіз. Ал енді осы біздің Есекеңді, қызымызды құрметтеп, осының қуанышына ортақ болып келіп жатқан барша ағайындарға осындай тойға жеткізсін деген тілегім бар. Мына біз айтып жатыр ғой, Қызылорда облысынан келдік деп, сояқтан келіп жатырмыз. Анау отырған жаңағы сөйлеген адам менің бірінші жиенім. Оның жаңа ұлы қызы бар, солардың бұл балдары. Жаңа көріп атқанымыз немерелері біздің 4-ші поколение. Нағашы жиендіден
Енді Алланың берген абыройы шығар. Үшінші, төртінші поколениеге шейін қатысқандар шамалы. Білесіздер ғой? Ол осы біздің ата-бабаларымыздың тілегі, жақсы ықыласы шығар. Ол өзінің ұрулас 2-3 ұлдан тараған балдардың немере шөберелері қатынауға қазып кетіп біратыр. Алла осындай жақсы дәрежеге жеткізіп, жақсы туыс, немере шөбере, шөпшек кешен, немере жаңағы ағайындардың жатқанына Аллаға мен шүкір қыламын. Енді бұлардың әрмен қарап, өмір бақи 80-90-ға келіп, немере, шөбере, ағайын, туыспенен осындай жақсы дәрежеде туыстарына қатыса беруіне тілектеспін. Өмір жастарың ұзақ болсын, балдарыңның рахатын көріңдер. Не дейміз енді, осы қуаныш қылыса берсін. Ай бәрекелді, қауылысы. Енді кімге берейік? Көген? Райгүл, Ұрыскүл анамыздың анасы. Райымгүл ма? Райгүл, қайдан келдіңіз? Қызылорда? Қызылордадан келген құдағиға бір қаттырақ қол соқыңыздар ағайындар. Құрметті құдағайлар, ағайын, туыс, жекжат, бауырлар, тойларыңыз құтты болсын. Есімбек, туған күнің құтты болсын, өмір жасың ұзақ, денсаулығың мықты болсын, жасыңа жас қос, 100-ге жет. Зейнетке шыққаның құтты болсын, рахатын көр. Немереңнің туған күні құтты болсын, бау беріп болсын, денсаулығы мықты болсын, елдің елеулі, халқының қалаулы азаматшасы болсын. Мына дастархандарың әрқашан тойға жайылсын, тойдан тойға ұласа берсін. Қайырлы күн, құрметті тойға келген үлкен кіші қонақтар. Міне бүгінгі осы тойдың куәгерлері Есімбек күйеу баламыз бен қайын сіңілімнің жаңа жастары, және мына кішкентай ғана нәрестенің дүниеге келу бесік той екен. Осы тойлар құтты болсын. Есімбек пен қайын сіңілім екеуің немере көріп, шөбере көріп, сол немере шөберенің қызықтарын көріп, бірге қартайыңдар. Жастарыңа жас қосыла берсін, денсаулықтарың мықты болсын. Осы бүкіл Сарбай әулетіне той құтты болсын. Мінекей, Есімбек бажа, мынау 60 жасың құтты болсын. Деніңнің сау болсын, өмір жасың ұзақ болсын, ұзағынан болсын. Пенсияны алып, немере шөберелерге шашып, жасай бер, 100 жаса. Дастарханың әрдайым тойға жайылсын, осылай той бола берсін. Деніңнің сау болсын. Міне, Есімбек, Ұрыскүл, айналайын, мына тойларың құтты болсын. Дендерің сау болсын. Мына жайғаныз дастархандарың әрқашан тойға жайылсын. Немерені ертіп, шөберені шертіп, ортасында екеуіңіз 100-ге келіп жүре беріңдер. Айналайын. Ой, тамаша. Тек қауылысын. Апасыз ба? Құрметті қонақтар, тойшыл қауым, бүгін мынау біздің Есекең Ұрыскүл, мына кісілер айтып жатыр ғой, 2-ші, 3-ші поколение деп, біз Ұрыскүл ұлдан, мен қыздан Есімбек сездім ғой. Есімтай, не дейміз, Есімбек мынау бүгін мынау сырттан ағайындарың қаумалап келіп жатыр. Мынау Қызылордалық төп нағашымыз келіп қуанып жатырмыз 2 күннен бері. Әлоқан келіп жатыр, жан-жақтан мынау Астана, Алматы. Аллаға шүкір ғой, тәуелбайлық елер жан-жаққа тарап кеткенменен бір осындай тойда бас қосамыз, бір-бірімізді көріп, Аллаға шүкір, соған 1000 тоба деп аламыз. Не деймін, Есімтай, Ұрыскүл, мынау 63-ге келген жасың, пайғамбар жасың құтты болсын. Енді мынау сен балдарыңа, ұлдарыңа қызмет жасадың,
Енді сол сен жемісін көрдің, сол жемісін сендер балдарың саған жасап жатыр. Оған да тоба. Мынау стол басында өтіп жатқан мынау 60-шы жылғы құрдастарым болса, барлығына 60 жастарың құтты болсын, дендерің сау болсын. Мен де өзі Тамдыда туылғанмын, Құрақбаевтар әулетінемін. Барлықтарыңыз тойға, дастархандарыңыз жайылсын, қуанышты күндерге жете берейік. Тамада сізге рахмет, күнде кездесіп тұрамын ғой сізбенен. Рахмет. Тәтем айтып отыр, ал. Берем, тәте, айтып алайық, берем. Екеуміз жолдасымыздың екеуміздің подарка бар, 20 мың теңге өзің аласың. 20 мың теңге, сосын 1 килограмм құмшекер. Вареньеге, иә? Ал берем, келіңсі. Ассалаумағалейкум. Жездеке, апа, Алла тағаланың 63 жас деді ғой, ол пайғамбар жасы. Алла сіздердің пайғамбар жасына келген екенсіз. Алла тағала мынау өсіп жатқан немере, шөре, шөпшек көріңіз, немене көріңіз. Мынау ұрпағыңыз, сіздің ұрпақтарыңыз, Алла мынау иманды, инабатты ұрпақ жалғас беруіне Алла нәсіп етсін сіздерді. Мынау құтты болсын, ағайындар жиналып жатыр екен, Сарбайлар әулеті. Алла Сарбай әулеті, Алла берекесін берсін, сіздерге ауызбіршілігін берсін, құтты болсын, менің әкем жасын берсін. Апам екеуіміз бір жаста қартаюға Алла нәсіп етсін сіздерді. Тойдан тойға ұласа беріңіз, ауырмаңыздар. Құрметті тойға келген қауым, мынау Есімбектің біздер балдыздарымыз Рудный қаласынан және Өскемен қаласынан 2 балдыз келіп тұрмыз. Жаңағы келген Толыбек Қызылордадан келген, сөйлеген жігіт. Мен Қызылордадан келгенмін ғой. Танысып қойыңыздар. Енді мынау барлық сөйлеген апамыздың, нағашыларымыздың сөздеріне қосыламын. Азғантай бір 4 қатар өлеңменен құттықтамақшымыз Есімбекті. Ұлдарыңды, қыздарыңды өсіріп, Сарапшаннан Теміртауға келдің ау көшіріп, қыр қызындай балдыздарын құттықтауға келіп қалды құлпырып. Шаршамайсың, шаршамайсың жездеке, шаршамайсың, шаршамайсың жездеке. Ау жездеке, жігіттердің сұлтаны, Сарыбай ұруының ұрпағы, жасыңа жетіп пайғамбардың жиылып жатып жұрт елі. Құтты болсын тойыңыз, орындалсын арман менен ойыңыз. Апамыз Рыскүлмен бірге болып, қиындықты жойыңыз. Тойларыңыз құтты болсын. Шаршамайсың, шаршамайсың жездеке. Өздеріңіздің отбасыңыздан сыйлығымыз бар және музыкалық сәлем биге шақырамыз жездемізді. Рахмет, Есімбек аға, бір балдызыңыз кірпікті өлтіріпті. Рухани жаңғыртып кетті кәдімгідей. Мазда қып. Жездем, көшіп келдім ауылдан деп тұрып айтты ғой жаңа. Бажасына. Бажасы. Апа үлкен, апама берейін, апа үлкен екен. Апа сосын барып бажасына берем. Музыка! Ойбай, айтыңыз, бұл да әңгіме болады деп. Жездеме деген күміс сақинандар, жұлдызымен, айымен, енді үлкендер өзімерілдіңіз кішкене.
елка айналғанда айналды ғой кісілер. Ана жақта сіздерге айтатын кісілер бар еді. Сіздерге айтатын кісілер бар еді. Құрметті келіп жатқан қауымдар, мына бүгінгі Сарбай әулетінің ортасында менің Сарбай түп нағашым болады. Әйтеуір Есімбек жай-жақты енді. Құдаға бас әйтеуір құдашамды алған деген сияқты. Жай-жақты кластас дегендей. Бүгінгі міне мерейтойын 60 жас мерейтойын құтты болсын. Мына немеренің бауы берік болсын, дендеріңіз сау болсын. Әрдайым осы Сарбай әулетінің ішінде мен деген кісілердің бірі болып, отбасыларыңыз аман, бала-шағаларыңыздың қызығын көріп жүре беріңіздер. Не дейміз, барлығымыз осы тойға келген барлық ағайындар осындай мерейтойлар бола берсін. Барлығымызға той құтты болсын дейміз. Сарбайлар отбасына. Есімбекжан, бар жағын ба, бір жағынан жан-жағына жақынсыз ба енді? 63 жасың құтты болсын. Денің саулығын берсін, бастың байлығын берсін. Өсіп тойға кездесіп Кетелер тоқтата алмайсың, поездарды бер Есімбек аға, Ызгүл апа, бүгін тойларыңыз құтты болсын. Есімбек аға, бір жезде демеймін сізді, аға деймін. Жақсы жезде, әкеңде дейік. Осылай 63-те бір 25-тегі жігіттей болып тұрғаныңыздың арқасы біздің Ырысгүл бауырымыздың арқасы деп білемін. Осылай жап-жас болып әдемі болып жүре беріңіз. Ырысгүл апам 18-дегі қыздай болып құлпырып тұра берсін қасыңызда. Балаларыңыздың қызығын көріп үйлеріңізде тек қана той болсын, кетелер жасасын. Рахмет. Иә, болды ма? Қалғанымыз қосылайық енді. Өзі Алла Тағала ауызбен емес жүрекпен тілеген тілекті де қабыл етеді. Үлкендер сөйледі, жастар қосылса деген ниетмен. Иә, бір есепке фотоға түсіңіздер, сосын бір билетейін. Енді ренжімеңіздерші енді. Шыққан адам 30 адам 30 сөйлей берсе жиналыс болып кетеді. Мына жігіт, мына екеуі бөлекше. Оларға сөз бермесең болмайды. Иә, бөлекше екен, біреу жасыл, біреу көк көйлек киіп кетті. Бөлекше екен, кеп ал айтыңыздар. Құрметті қауым, міне ата, тойларыңыз құтты болсын. Немере шөберелеріңіздің қызығын көріп, шөпшек, немене көріп жасын сіздерге. Міне бөлелердің атынан, мен атам менен Өзбекстанда, бөлелердің атынан сыйлығым бар. Қалғаныңыздар. Есімбек аға, Ызгүл апа, тойларыңыз құтты болсын. Үйлеріңізде әрқашан той болсын, біз барлығымыздың көзіне қосыламыз бұнда. Ең жақсылықтың бәрі сіздерге тілеймін. Рахмет, ал барша жаңа көріп атсыздар. Арнайы эстрада жұлдызын шақырды. Сіздердің құрметтеріңізге кетелер. Ортаға эстрада жұлдызы Қожа Әбжаппар Әлқожаның музыкасын ноутбуктан қойып берем. Bir kışlık biley varızlar ortada. Al getir arkadaşlar. Getirin. Basqa bunda da qarur, tek
келер бір естелікке фотоға түсіп алыңыздар. Тарамаңыздар естелікке. Апа, ал ортан босатайық. Ортан босатайық. Ал, қазір антракта түседі, апа. Рүскілі бақаз антракта ан жерге түседі. Дайындап қойыңыздар, қазір арнаның сұлуларынан кейін төркіндетеміз деп жатыр ардақты ағайындар. Ортада бүгінгі тойдың шашбауын көтеріп келіп отырған арна би тобының сұлулары ардақты ағайындар. Қазақтың қыздары. Төрт қызды төркіндетеміз дейді, назарын ортаға бұрайық ардақты ағайындар. Кім еді? Айтып тұрыңыздар, мен ортаға шақырайын. Қыздардың атын айтыңыздар. Құрметті тойға келген қауым, жора жолдастарым, құда жекжаттарым, ағайындарым. Қазақта той көп қой, ырым, салт, дәстүрдей көп. Ұлға енші қызға төркін сыбаға деген бар. Енді сол парызымызды өтеп, осы тойдың үстінде өтеп жіберейін деп, 3 қызым бар, Құдайға шүкір. 2 ұл, 3 қыз өсіріп отырмын. Барлығы үйлі жайлы болған, балалы шағалы. Соның ішінде әке шешемнің бауырына басқан үлкен немересі де отыр осы жерде, Қосымбек ағамның қызы. Енді бауырлары бар ғой, сонда да болса мен өзімнің парызым деп ойлап, енді күнім қаннан бастауды жөн көрдім. Әке шешемнің, аға жеңгелерімнің аруағы разы болсын. Күнім қан қарындасым ортаға келе ғой. Бәрі болсын шаңырағында, кішіне ғана бес
Рахмет. Қайтадан айтасыз ба? Есті. Ал, Сен енді, мен қайынсіңілім ғой. Бұрын кішкентайынан өзім қолымда болған меншікті қайынсіңілім. Әже атасының атынан біздер торкесбаға берейік деп атамыз. Қайынсіңілім де ағашын Алтын жүзік. Мына коробкаға ыдыс аяқ қоям. Күйеу кім? Ерлан. Далаға қарауыл қылып тұрғызып қойғансыздар неге болады? Посуда күйеу балаға шапан қазіргі заманауи. О, күшті. Компетицияларын айтып отырайын. Компетицияларына, жаңағы алма салатына. Бол ма? Күнім қан білмейтін шығар, кел ма мені? Білмейді, сұрприз болатын мен. Ойба, шапам алдына сізге ме? Күйеу балаға. Рахмет. Арнайы сізге 2 XL алдық. Енді бары. Ал, құтты болсын. Келесі кім? Айтасыз ба? Баян. Баян әдейі дайындалып тұрған ғой, ұстапта. Баянға алып келіңіздер. Ойба, айтып табыс едіңіз, бұнда әңгіме болады. Сөйлемесін мен баян. Ені баян кіріп айтсын. Мынау енді өзімнің үлкен қызым Баян. Енді кемпірдің қызы еді ғой. Негізі кетті ғой енді. Өзіміздің қыз болды. Осы уақытта осы тойымыздың үстінде осы 4-ші сыбағаны беріп тұрмақшымыз. Алла разы болсын. Біз сондаймыз ғой, кеткесін айтамыз да сыртынан. Назарбаев кетіп еді, сыртынан жамандап кеттік қой бәріміз. Той құтты болсын. Алтын алқа Баянға. Мынаны да көрсет, бәрінікі бірдей отыз. Ешкімдікі бөліп жарған жоқпыз. Алалаған жоқпыз. Тура сенгі де сондай алма салатын бар, сенікінде андай несі көп, моншағы көп деу кішкене. Баян, Күнімхан, бірге тұрыңыздар. Мынандай заң шықты, ол білесіңдер ма, білмейсіңдер ма, екеуіңе айтып жатырмын енді. Теміртауда қазір мынандай заң шыққан, егер де саған біреу новый алтын тақса, ескі алтынды тамадаға беру керек деген заң шықты. Көресіңдер ғой, тойым дегенше ойланасыңдар ғой. Келесі кім? Нұржамал. Нұржамал. Сенікі де тура сондай едіз. Разница тек пакетте ғана, біреудікі көк, біреудікі сары. Нұржамалға да алтын алқа ардақ ағайындар. Сені табылам, қасыңнан қайдың табылам, Күздерін барам қарағам, Ақманың сенсің қаладам, Жаралма болған жүректі, Түсінер бекен жанадам, Ғашықта болған арнаған, Ақталмақ саған қаламыма. Рахмет. 4-ші шығым. Кішкентай қыз Айнұр. Пысық сен талғыз бапсың болды. Айнұрға, тура осындай, сізге де осындай қыз саяп, сізге Сақина. Комплект дейді. Алтын Сақина сырғасымен, Айны кенжетай. Күшті, Өзіңді жаны сәсімді, Ойлесіңді мені көзілмейтін Жанымда Жалған жүрегім Әнісің білмі Шықаймын гүлдерім
Айнұр молодец, білмеймін, әйтеуір Флора абысынан қатты қуанып тұр. Рахмет. Болды ма? Ризасыздар ма? Өздеріңіз айтыңыздар енді, бірақ жеке-жеке ризамын деп. Я берейін жауап. Құрметті қонақтар, бүгінгі той құтты болсын. Ағам мен жеңгемнің 60 жасы, 63 пайғамбар жасы құтты болсын. Жаңа шешем өзі айтқандай, шешем бізге келін болып түскенде мен кішкентай ғана қыз едім. Сол өзінің ағалық жеңгелік, мен әке-шешемнің алдындағы рух шат болсын деп істеп жатқан әжемнің алдындағы міндетінен құтылып отыр. Мен разымын. Алла разы болсын сіздерге. Тағы бір рет разымын, ризамын. Алла сіздерге разы болсын. Ризамын аялы дегеніңе, ризамын тымыздық мейірімге. Құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Тойымыз той қаласын. Әкеме, анама рахмет айтамын. Ризамын. Қош келдіңіздер, қонақтар. Рахмет. Сіздердің де үйлеріңізде осындай той болсын, осындай сіздерде де қыздарды төркіндетіп осындай жұғысты бола берсін. Әкем мен анамның жасын сіздерге де бере берсін. Барлықтарыңызға рахмет. Папа, мама, ризамын сіздерге. Рахмет. Конечно, алтын тақса риза боласың. Ана кісілер 3 рет айтты ғой ризамын деп. Сен комплект алдың, алдырып алдың, сен 6 рет айтасың ризамын. Қош келдіңіздер, құрметті алыс жақыннан келген ағайын туыс бауырлар, нағашылар, жиендер, әкем мен шешемнің достары, мама мен папалар дейміз енді. Барлықтарыңызға, қадамдарыңызға нұр жаусын, Алла үйлеріңізде той томалақты молынан етсін, барлықтарыңызға алғысын шексіз. Ең бірінші Аллаға, екінші әкем мен анама ризамын. Мәңгі бақи ризамын мен. Onajon o'ynang bugun to'yimda, quvoncingizni ko'rish o'yimda. Dasta gul tiray hamma. Құтты болсын, құдағи. Бұл кенже қыздың немесі. Яқаса құтты табасын. Алтын тақпаса сүймейді екенсің ғой. Жаным апа, келдіңіз ғой. Флора кел. Мына жерде бір олимпиададан ұтып келгенде құттықтап кеттіңіз ғой. Қазір барады деді орындарына. Екі күйеу. Аттары Майрам мен Эльбрус. Кім Майрам? Қай? Майрам ба? О, Майрам. Эльбрус қақта. Ой, күшті. Қазір заманауи жилетка ғана. Тоңбайсыңдар қыста. Күшті. Ал, құдағиыңыз қой, айтыңыз. Құрметті қонақтар, міне кейін үлкеннен айта береміз ғой. Бірінші міне қыздардың құтты болсын. Сіздер де бір міндеттеріңізден құтылып, бүгін ұл қызығын көріп жүре беріңіздер әрқашанда. Тойларыңыз той қаласа берсін. Міне қыздар бүгінгі төркін сыбағаларың айналайын құтты болсын, алтындай жарқырап жүре беріңдер. Осы кісілердің ізін болып, осы кісілерде үлкен ене болыңдар, жүре беріңдер. Әрқашанда біздер соған тілектесіз, азғантай біздердің де бұрыннан келатқан дәстүр ғой. Біздердің де құдағайымызға подаркімізден басқа осы сый-сапамыз бар. Есімбек аға неше түрлі шапан түсіп отыр екен сізге. Жасылы бар, сұрысы бар. Кез келген киіп барасыз, әбетке дейін басқа түс, әбеттен кейін басқа түсін кешегізде болады баяғы ауылда Танабай сияқты. О, апа күшті. О, күшті. Ал, мектепке. Ал. Кім? Мақсат қадама? Мақсат кел. Ой, тамаша. Мақсатқа мектепке. Сосын бір 2 официантқа. Төркіндетіп атқан Құдашаға дейді.
беріңде пасыңда көп еді сендердің. Күшті. Болды ма? Тағы бар ма? Тағы ма бар? Кімге берем микрофон? Нұржамалдың енесі? Жаным әкеңіз. Күшті. Қайда Нұржамалдың енесі? Апа, сіз ба? Иә. Ой, тамаша. Ал Нұржамал қыздың енесі дейді. Ол кісінің да алып келгені бар екен. Ай, Есімбек аға, точно ертең әбеттен кейін бір шапан сататын магазин ашып аласыз ау деп, 2 бөліп берем деп ше. Рет ашып алсаңыз бәрі өтіп кетеді. Жаңа подаркымыздан басқа енді мына ырымын істеп жатырмық бізде. Төркіндеткен енді мен бердімді. Мен де асырап аласыздар ма? Төркіндеткен қыздар, келіңіздер бір фотоға түсіп алыңыздар. Төркіндеткен қыздар. Қыздар? Бір естелікке фотоға түсіп алыңыздар, сосын жайғасыңыздар, бір тілек берем, сосын бата аламын. Anacığım oynan bugün toyumda, Kuvacıngizmi görüş oyunda. Dasta gül teray, hammasını sizge beray, siz sakın oynab bering toyumda. Dasta gül teray, hammasını sizge beray, siz fakat oynab bering toyumda. Anacığım oynan bugün toyumda, Kuvacıngizmi görüş oyunda. Dasta gül teray, hammasını sizge beray, siz fakat oynab bering toyumda. Dasta gül teray, hammasını sizge beray, siz fakat oynab bering toyumda. Ana, kardeş sözleringiz ana, mehr dolay gözleringiz ana, nurli yüzleringiz ana, canım ana. Kardeş sözleringiz ana, mehr dolay gözleringiz ana, nurli yüzleringiz ana, canım ana. Рахмет, Есімбек аға, қалған бейді үйге барып келесіз. Рахмет. Ал, бір тіле тыңдаймыз, сосын баталамыз ардақты ағайындар. Екінші столда қалған кісілер тілек айтатын болады. Келесі тамашалық тілектің кезегі ортаға осы әулеттен қыз алып, осы әулетке қыз берген барша құдалар қауымы дейді. Келіңіздер, барша құдағилар бір тамаша тілек өздеріңізден болсын ендеше. Құдалар, ақ тілек алаңына. Рахмет. Ал құдалар, қош келдіңіздер. Той құтты болсын, қуаныш құтты болсын. Өздеріңізден бір тамаша Есімбек құдаға, Рыскүл құдағиға деген бір тамаша ақжармақ тілектеріңізді тыңдайық ендеше. Үлкеніміз кім? Апа өзіңіз ба? Ең үлкен құдағи өзіңіз ба? Қай кісі? Көкем дейді апа. Көке бастаңыз. Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым. Шығып алып, құшақтап атқаным. Құшақтауға тұрақты құдамен құдағи өтті. Себебі тұла бойы тұңғыштарына
адам баласына тән барлық жақсы қасиеттерін бойына дарытып, ұядан ұшырды. Сол ұядан ұшырған тұрғыштары келіп, менің шайғырағыма келіп қонды. Құданы Құдай қосады, досты өзі іздеп табады. Міне 10 жылдың 100 болып қалды. Сол Құдай қосып, Есекең менің құда, Рысқұлғаны құдағи болдық. Есеке, балаларымның келешегі үшін, атанымның тыныштығы үшін, халқымның амандығы үшін деп 40 жылдан артық еңбек етіп, пайғамбар жасында келіп, зейнеткерлікке шығып отырсыз. Алла сол зейнетіңіздің қызығын көріңіз. Ал енді мен зейнетке шықтым деп шалғаннан түсіп жата қойдымаңыз. Немере бар ғой, немерелер. Кішкене алайшылықпен дейміз. Алла сол балаларыңыздың, немерелеріңіздің келешекте жасыңызға ғұмыр беріп, шөбере сүйіп, солардың қызығын көруге Алла нәсіп етсін. Күшті. Құрметті тойшыл қауым, бүгін мына тойға жиналып қаппыз. Құдағи тойларыңыз құтты болсын. Тойдан кенде қылмасын, тойларыңыз той қыласын. Алланың берген жасын жасай беріңіздер. Менің тағы бір айта кетерім, бүгін бұл әулетте тағы да бір той бар. Кеткен шүйден шығара дейді ғой, оны айтпай тұр бұл кісілер. Бүгін бұл кісілердің тұңғышы баянның, менің келінімнің туған күні 40-қа келіп отыр. Енді осы баянымызға біздің де сый-сияпатымыз бар. Жездесі, апасы, ол кісілер бүгін тойға келе алмады, ол кісілер бүгін немерелі болып жатыр. Жаңа ғана звондап хабарын алдық, өз алғашқы немерелері. Ал мына тұрған жаңағы баянның абысыны, мынау ұлым қайда? Қазбен. Әлі жүрді ұлым тұр. Міне атасы бүгін өзінің сый-сияпатын жасап үйге әкеп тастады. Ал енді өз атымнан, мына келінім мен ұлымның атынан, жездесі мен апасының атынан баянға алтын набор. Ал енді Индира қайда? Индира. Мен осы мейраммен баянның үлкен қыздары, Индира қызымыз бар, немерем менің. Осы баянға 10 жыл бұрын жаңа сырға салып едім. Сол осы баянның бағы баянды болсын, Индирамыз баянда үлгілі келін болсын. Жасына жас қосылып, әрқашанда көз қуанышымыз болсын. Сол Индираға да жаңағы сый-сияпатымыз. Индираға құлағына алтын сырға. Индираға. Рахмет. Құрметті тойшыл қауым, менен айтайын деген тағы да жаңа таныстырып кеттім. 2 келінім, екеуі туған апалы сіңілі дейді. Ал енді мына тұрған кемпір туған анасындай, келіндерін туған қызындай жақсы көріп, мақтамауға болмайды. Баянның туған күнінде өмірге тағы да бір шөберем келді. О да бір қуаныш. Енді Каусарымыз бар. Каусар қайда? Бұлардың бәрі қайда кетіп қалған. Каусардың, Индираның сырғасын Каусарға беріп отырмыз. Каусарға да алтын сырға. Тойларымыз той болсын. Рахмет, молодец. Үлкен қыздың келіннің аты кім еді? Баян. Молодец. Қазақстанның спортсмендері алмаған алтынды Баян алып қайтып жатыр 2 рет бүгін. 2 алтын алып қайтып жатыр. Айтасыз ба? Ағай, туыстар, жораға, мен де Баянға подаркым бар еді, киім берем, мен мына араластырмайын дедім да. Ертең берем, өзім кілем берем, 40 жасына. Мына араластырмайын, өзім әдейілі болсын. Түнде балдарым өздері берді подарксын.
Құдағайлар бересіңдер, ұялып жатырмын да. Беремін деп. Ұялып тұрып бере беріңіз. Ұялып жатырмын деп бере. О, Кәусар ма? Индира. Болды. Енді келесі құдағайлар айта берсін енді. Ал, апа, өзіңіз. Құрметті міне қонақтар, міне бүгін біздің мына құдамыз Есімбек пен Ырысгүлдің тойы болады екен. Тойлары құтты болсын. Есімбек 63 жасында құтты болсын. Осы отбасың аман болсын. Ырысгүлмен екеуің осы өсіп жатқан балапандардың, ол қыздарының, немере шөберелерінің қызықтарын көріп жүре беріңдер. Әрқашанда осындай үйлерінде той бола берсін. Әрқашанда осы үйлерімізге біздер тойға келе берейік. Екеуміз бір жаста, екеуміз қартаймыз, жастарымыз 100-ге жетсін. Әрқашанда аман болыңыздар. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар, құдалар, ағайын, туыс, жекжаттар, дос жарандар, жас балалар барлықтарына бүгін Есімбек құда менен Ырысгүл құдағайдың үйінде үлкен той болып жатыр. Осы тойына той қосыла берсін, жастарымыз жасқа қосыла берсін. Балдарыңыздың рахатын көріңіздер, өсіп өніңіздер. Барлықтарыңыздың да үйлеріңізде осындай әрқашан жақсы күндер бола берсін. Тойларыңыз тойға қашсын. Және 100 жасаңыз деймін. Құрметті қонақтар, құрметті құда, Есімбек құда, Ырысгүл құда. Міне бүгінгі жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын, тойларыңыз той боласын. Мынау пайғамбар жасына шығып, осы жақын жұрттың басы осы той беріп жатыр екенсіз. Тойларың әрқашан тойға жалғассын. Маған немереңнің бесік тойы құтты болсын. Үлкен азаматша өсе берсін. Әрқашанда сіздің үйге той деп білейік. Әрқашанда тойдан арылмаңыздар. Баршаңыздың үйіңізде осындай үлкен қуаныштар бола берсін. Құрметті қонақтар, міне бүгін Есімбек құданың пайғамбар жасы 60 жасқа толып жатыр екен. Пайғамбар жасы құтты болсын. Пенсияға да шығып жатсыз, оныңыз да құтты болсын. Құдағай сіздің де пенсияға шыққан жасыңыз құтты болсын. Міне бүгін Малика қызымыздың да бесік тойы болып жатыр. Маликаның өмірі ұзақ болсын, дені сау болсын. Осы балдарыңыздың қызығын көріп, әрқашан осы сіздің үйде той деп келейік. Осы жерде кісілердің барлығына осы той жұғысты болсын. Баян, сен туған күнің екенін білмедік. Құтты болсын туған күнің, өмір жасың ұзақ болсын. Қосағыңмен қосаға, мына балдарыңыздың қызын көріп жүре беріңіздер. Бақыт деймін ба. Баянның да туған күні құтты болсын деп бір қол соғып қойыңыздар. 40-қа толып жатыр дейді ата-ағайындар. Рахмет. Қазір бәріміз Баян туған күнде 100 теңгеден жинаймыз. Сен аға, 60 жасыңыз құтты болсын, денсаулығың мықты болсын. Осы күні екеуі туыстасып, немере шөбере шөпшек көріп, алдымызда жүре беріңіздер. Осы жиналған қауым ағайын туыстар, барлығыңызға жұғысты болсын тойлар. Тойларыңыз тойға бассын. Құдағи, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Енді тойларыңыз тойларға ұласа берсін. Сыйлығымыз қазіргі заманға сай Каспиймен кетті құдаға. Өзіңіз білесіз, не әперсеңіз де құдағайға.
жақсы, барлықтарыңызға осындай той жұғысты болсын деймін. Осы тойға келген ағайын, туыс, бауырлар, құда жекжаттар, міне бүгінгі кештің куәсі болып отқан менің құда мен құдағайымның 60 жасы және мына сәбидің дүниеге келген бесік тойы. Осы тойлары тойғаласа берсін. Әрқашанда дендері сау болып, құда мен құдағайым ұл-қыздарының қызығын көріп, немерені көріп атыр ғой енді, шөбіре көріп, солардың шөпшек көріп, солардың қызығын көре беріңіздер. Құда менің екі бастан барлықтарыңа белгілі, қой аузынан шөп алмайтын, міне 10 жыл болды құдағай мен құдағай болғанымызға, Аллаға шүкір, бір сендесіп көрмегенбіз. Міне осындай балдар тәрбиелеген құдағайыма біріншіден алғыс айтамын. Міне әрқашанда осындай ұл-қызды тәрбиелеп, осындай алғысқа бөленіп жүре беріңіздер. Міне құдам өзіңнің еңбегіменен халқына қалаулы, еліне елеулі болып, міне пенсия жасына жетіп, пенсия алып, бәріміз де қуанып жатырмыз. Біздердің де немерелеріміз пенсия алғанда құр қалмай шығар соның шетінен деп. Аллаға шүкір, осындай тойларды көріп жүре берейік. Құда мен құдағайым осындай жап-жас болып, бір жастықта қартайып жүре берсін. Енді шалымда бар, себептермен Өзбекстанға кеткен, мына жерде күйеу баласы жоқ, командировкада. Еш жұмыс дейді ғой, енді ақша болмаса да болмайды енді. Аллаға шүкір, міне қыздарым, келіндерімізбен келіп отырмыз. Құда-құдағай болғалы, сіз біздесіп сыйласып, бір-бірімізден ағайын туыстай болып кеткенбіз. Міне төрде отырған құда-құдағайлар, құдашы апалар, бауырларыңыздың туған күні құтты болсын. Осылардың арқасында, осылардың қызықтарын көріп, сіздер де марқайып жүре беріңіздер. Құтты болсын барлықтарыңызға, құдаларым, құтты болсын тойларым, жандарым. Рахмет. Бұл тойға қосыламыз қоя болған кісілер. Ассалаумағалейкум, құда-құдағайлар. Есеге алып болсын, әрқашанда барсаңыз соңында Алла құда берсін. Ағыда енді мынау алғандай сый-сияпатымыз бар. Мынау енді қазір современный немереңіздің бесігі, енді тойға шашуымыз бар. Тапсырамыз. Сен қалыңызсын, ал сыйлық тапсырайық шоқалар. Бір құттықтап қойыңыздар құдағыңыз бен құдағайларыңызды. Бір музыка жібереді. Сен менің бағым, сен менің барым,
ойыңның күлкін жылдарда ұмыттырады өзіңмен өткен көңілді бір күн ақтаным менің кеткенім менің көңілімдегі басқа гүлдерім өзіңе ғана жарасып туған әппағым менің ақтаным менің кеткенім менің көңілімдегі басқа гүлдерім өзіңе ғана жарасып туған әппағым менің Рахмет, құдалар. Құдалар, чайға саламыз. Торт бар дейді, балаларыңыз, қыздарыңыз айтады. Сіздердің құрметтеріңізге. Мен соны алдырай, сосын тортты кезек, сосын барып баталайға астын батасын, я? Қайта. Ал. Есімбек әулеті. Әкеміз Есімбек анамыз Рыскүл 63 жас мерейтой. Малика Бесіктой. Жастан жасқа жете берейік деп әдемілеп, ізгі ниетпен балаларының немелерінің атынан деп беріпті. Малика қайда? Гүлмат? Әжелеріне гүл, әжелеріне. Рахмет. Әжелеріне гүл, немелерінің атынан. Аталарына Галила кемексіңдер де, Галила. Атаңа да беріңдер. Аталарына қарап. Аталарыңа да беріңдер. Уй, марайға Мақсаттың қызына қараңыздар. Және өзі гүлден кішкентай. Үлкен бір сауапты өз болды. Малика қайда? Ұйықтап қалды ма? Тортты келіндір кесіңіздер енді. Ата келгенде келесің. Алғашқы немерелері алыс Бір көсіп кесіңіздер, әдемілеп. Қалған кісілерге қазір. Мына жақта чай мен столымыз дайын тұр дейік. Шай ішеміз дейді. Қалған кісілер шайда жейсіздер. Бұл күшті иісіз, бұрқ ет алған. Ал немерелер жегісін дейді. Үлкен немересі. Рахмет. Ойба, Досымбек аға. Аузыңыз донер жегенде бар. Болды бір немере ауыз. Я мана ал жегісіне кесіп ұшылайды дейді ғой, аз айтқанымыз. Солай ауызда салайын деп жатсың ба? Қасықтарың қайда? Бер ағай. Қалған немерелер анжаға барып жегізесіңдер қазір. Ой, тәтті. Апа қалғандар анжақта жегізеді қазір. Қол соққан кісілерге Алладан бұйрық келіп 2 айдың ішінде байып кетсінші. Рахмет. Түк дегенді қоймақпын да, үлкен кісілердің басын алып жүреді. Ой, күшті не болды? Өзен бердіңдер, өзен қайда алдыңдар. Суға сақпын. Баталай кеттім. Мен жолын айтып жатырмын. Мен құда жекжат. Әмин десен қолың жай жеген қаушы болсын Құдай. Атадан қалған ақбата бәрімізге бірдей бақбата. Қолың жайып шыңдеп мен берейін ақбата. Қайрап тұрсын қазағың, жайнап тұрсын ажарың. Қайрап тұрсын бұлмен көз баспен ақын азарың. Асқат olsun табағың, ашық болсын қабағың. Қандай істі ойласаң, алға бассын табағың. Тойларың тойғаласыңыз. Ал келіңіздер, билеңіздер, бір-бірлеріңіз ортаға сөйлеңіздер, бірақ біреудің әйеліне тимеңіздер. Ипотекамен алып жүрген бастарыңыз болса, 30 минут дискотекамен жазып алыңыздар. Антырак, алтырай, ағаларға ән керек, жеңгейлерге шай керек. Мен де біраз демалайын, жалмауызға да жан керек, ардақты ағайындар. Келіңіздер, баршаңыз биге.